Иықтан шашы төгіліп жерге, күмісті шашпау жарасып белге. Қазақ халқы ежелден әйел баласының ұзын шашына аса құрметпен қараған. Тіпті жаңа туған сәбилерге қара шаш, сұлу шаш, алтын шаш, шашпаулым, шолпы деген керемет есімдер қойған. Ал әжелеріміз түскен шаштарын жинап, өріп, сақтап, о дүниеден озғанда менімен бірге көміңдер деп те аманат еткен. Ұлы ақын Абай атамыз да білектей арқасында өрген бұрым, шолпысы сылдыр қағып жүрсе ақырын, кәмшат бөрік, ақ тамақ қара қасты, сұлу қыздың көріп пен мұндай түрін деген өлең жолдарымен қазақ қыздарының асқан сұлулығын дәріптеген. Осы орайда өзі жас болса да ұлттық өнер түрімен айналысып, солпы жасаудың қыр-сырын меңгерген жасөспірім жерлесіміз қаламыздағы Назарбаев мектебінің 10-шы сынып оқушысы. Бүгін біздің студиямызда қонақта, ендеше таныс болыңыздар, Алтын Исламова. Студия төріне қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Жалпы қолөнер саласына деген қызығушылығыңызды кім ашты? Тәлімгеріңіз кім болды? Жалпы мен осы өнерге деген қызығушылығымды отбасымнан алдым. Яғни анам ол 10 саусағынан өнер тамған керемет жан. Ол бала кезімнен менің көзімше тоқып, әртүрлі құрақ көрпелерді құрауды жақсы көретін. Ал әкем болса, ол ою өрнектерді қиып, ағашқа салып, және суретті де ерекше шеберлікпен салатын. Және осы өнер туындыларын жасауға қажетті барлық қасиеттерді мен өзімнің бойыма сіңіріп, осы ұқыптылық, төзімділік, табандылық сияқты қасиеттерді осы қанымда бар десем де болады. Ата-анамнан дарыған өнер дейсіз ғой жалпы. Жалпы осы әдетте ұзын шашқа тағылатын шашпау мен шолпының бірдей деп кейбіреулер айырмашылығы бар деген сияқты түсінік танытып жатады. Осы орайда өзіңіз араларын айшықтап айтып беріп өтсеңіз. Көбінесе халықтың арасында осы екі ұғымды көп шатастырып жатады. Шолпы дегеніміз ол шаштың ұшына қадайтын осындай бұйым, тиындардан құралған. Ал шашпау болатын болса, ол жіптен құралып, ол шаштың түбінен ұшына дейін шашпен қосылып, шашқа қосымша көлем беріп тұратын ұлттық бұйым болып табылады дейсіз ғой. Жалпы бұл екеуінің қаншалықты айырмашылығы болса да, бірақ қыз баласының әсемдік көркін ашып тұратын белгілі бір ұлттық бұйымға жатады. Жалпы осындай әдемі бұйымдарды жасауға өзіңіздің қанша уақытыңыз кетеді? Қанша уақытыңызды арнайсыз? Әр кезде әрқалай бұйымның өзінің түрі болады. Мысалы, біреуі жеңіл болса, біреуі көп уақытты қажет етеді. Мысалы, жеңіл осындай шашқа, жұқа шаштарға арналған кішкентай осындай жеңіл бұйымдарды, оларды енді тез 10-15 минут қана жасауға болады. Ал қиын, үлкен, көптеген қосымша заттарды қажет ететін дүниелерді қоссақ, шолпыларды жасайтын болсақ, онда олар әрине көп, біраз уақытты, кейде бір сағатты, одан да көпте алып жатады. Жалпы өзің қазіргі таңда 10-шы сыныптың оқушысың, Назарбаев зияткерлік мектебінде осындай әртүрлі қолөнер бұйымдарын жасауға жағдай жасалған ба жалпы? Біздің мектебімізде мен жалпы осы шолпы, шашпау жасауды бастағаныма әлі ұзақ болған жоқ. Осы ағымдағы жылдың тамыз, шілде айларында бастаған болатынмын. Және өзім үйде отырып, ешкімнің көмегінсіз өзімнің қызығушылығыммен жасаған болатынмын. Және мектепке келетін болсақ, мен қазір мысалы құрал жабдықтар, осы фурнитуралар туралы көптеген сұрақтар болып жатса, мен мектептегі өнерге баулу немесе қосымшалардың мұғалімдерінен кеңес алып бірге жасауға мүмкіндік бар дейсіз ғой. Жалпы өзіңіз күнделікті жаңағы шашыңыздан байқап жатырмыз, өзіңізде бұрымды қазақтың әп-әдемі қызы екенсіз. Осы шашыңыздағы шашпауды күнделікті өмірде тағып қолданып жүресіз бе жалпы? Көпшілікке үлгі болу барысында? Мектеп қабырғаларында да, көптеген мектеп басшылығы да осыны байқап жүреді. Осы кураторға да көптеген апайлар, ағайлар келіп, осы шашпау тағып жүретін, шолпы тағып жүретін қызыңыз ба деген сияқты сөз айтып жүреді. Жылы лебіздерін білдіреді,
және мен тіпті бұларды тек қана мектеп қабырғасында, үйде ғана емес, тіпті той жиналыстарға да киіп жүрем. Кез келген киіммен үйлесе береді. Әрине. Жалпы әшекейі жоқ әйел, жапырағы жоқ ағашпен тең деген сияқты бізде қазақта даналығында жақсы бір теңеу бар. Осы тұрғыда шашбау тағатын сұлулар қауымын, яғни өзіңіз сияқты кішкентай қыздар болсын, үлкен ересек қыздар болсын, жалпы сондай аруларымыздың санын арттыру үшін қандай дүниені еске алып алғышартын жасауымыз керек деп ойлайсыз жалпы? Жалпы қазіргі заманда осы ұлттық өнерді дамыту, ұлттық әшекей бұйымдарды дамытудың барлық жолдары қарастырылған, барлық жағдай жасалған. Адамға тек қана өзінің ниеті болу керек. Мысалы, қазіргі кездегі кез келген бойжеткен қыз, әйелдер болсын, барлығы өздерінің зергерлік бұйымдарының қатарына осы ұлттық бұйымдарды да қосып, өздері тырысу қажет. Ал жалпы алам десе, үлкен қалалар болсын, осы біздің қаламызда болсын, көптеген осындай зергерлік бұйымдар, ұлттық нақышта жасалған заттар көптеп сатылады. Жалпы қазіргі таңда өзіңіз айтып кеттіңіз, барша ару қыздардың қазіргі таңда тақиясы хит болып жатыр, әртүрлі осындай қазақ ұлттық нақыштағы дүниелер жаңа заманға сай жанданып жатыр десек артық айтқандығымыз емес. Жалпы осы Қызылорда сыр өңірінің жұртшылығының сіздің шашбауыңызға деген сұраныс қай деңгейде жалпы? Жалпы осы шашбау туралы менен көбінесе осы шашыма қызыққан кезде де осы бұйымға көздері түсіп жатады. Сол кезде осы шашбау шолпыларыңды сатылымға шығарасың ба деген сияқты сұрақтар келеді. Яғни ондай сұрақтарды мен жиі алып тұрам. Ол кіші сыныптағы, 7-ші сыныптар болсын, үлкен мұғалімдер болса да, олар өздерінің қыздарына, немерелеріне алып бергісі келеді. Яғни осы саланы ары қарата жалғастыра беретін болсақ, онда осындай қызығушылықтар одан сайын артып, осы саланы одан сайын дамытуға болады. Әрине, жақсы бір бастаманы ойға алдың деп ойлаймын, өйткені осындай әдемі шашбаулармен болашақта сенің кәсіп бастауыңа да жол ашады, Өзің болашақта осы кәсібіңді әрі қарай жалғастырғың келе ме жалпы? Болашақта, мысалы, мына шолпыларда әртүрлі заттар, фурнитура қолданылып жасалған, және бұларды болашақта нағыз шынайы алтын, күміспен қаптап, зергерлік бұйымдарды жасауға болады, әртүрлі ою-өрнектермен. Күнделікті таққан кезде тек қана Наурыз сияқты ұлттық мерекеде ғана емес, оларды күтпей-ақ, кәдімгі күнделікті өмірде де тағып, осы өзіміздің мәдениетімізді, тарихымызды дәріптеуге болады. Жалпы әрбір шашбаудың не болса да, қандай бір өнім болса да сапалы болғаны, яғни оны сізге тапсырыс берген адамның көңілінен шығуы өте маңызды. Осы тұрғыда сіз шашбаудың жасалу өнімдерін қай жақтан аласыздар? Ең бірінші сапасына мән беріле ме деген сияқты жалпы? Өзім осы заттарды көбінесе сатылымға шығармай жүрдім. Ол мен өзімнің шашыма киіп, оны күнделікті өмірде қандай қиындықтар туындайды деген сияқты мәселелерді қарастырып, жан-жақты шешуге тырыстым. Мысалы, бір жер ілініп қалып жатса, оларды шешуге және басқа да мәселелерді, шашқа шатасып қалмау үшін, солардың барлығын қарастырдым жан-жақты. Және осы заттарды, фурнитураны мен қазір Алматыдан тапсырыспен алдырып жүрмін. Бірақ алдағы уақытта басқа бір кәсіпорындармен бір жұмыс жасап, солар арқылы тапсырыспен алдырту ойда бар. Өте керемет. Жалпы өзің жасап жүрген осы шашбаулармен белгілі бір жарыстарда бақ сынап көрдің бе? Ұлттық өнімдерді нақышына келтіріп орындайық, ұлттық жаңағыдай бұйымдарымызды жақсы жағына насихаттайық деген сияқты. Осы сұраққа келетін болсақ, мен жоғарыда айтып кеткендегідей, мен бұл шолпылармен айналысып жатқаныма әлі ұзақ болған жоқ. Жақында ғана басталды. Сондықтан мен осы тамыз айында бастап, ары қарата мектепке қызу дайындық кеткеннен кейін, мен көбінесе бұған көп көңіл бөле алмадым. Бос уақытымда қатты көп болған жоқ. Сондықтан мен әлі ондай бақ сынайтын болашақта орындалуға мүмкін дейсіз ғой. Әзірге ондай жағдай болған жоқ, болашақ еншісінде мүмкін қатысып қалуым да мүмкін дейсіз ғой. Жалпы болашақта қандай мамандық иесі болғыңыз келеді?
Мен болашақта дәрігерлік саланы бағындырғым келеді, бірақ әзірге мен дәрігер, тіс дәрігері ма, жүрек дәрігері ма әлі дұрыс нақты шешкен жоқпын. Бірақ осы химия биология бағытын таңдап отырмын. Жалпы осы ұлттық бұйымдар, оның ішінде шашбаулардың ішінде өзіңіз бір қайталанбайтын, ешкімде жоқ жеке бір авторлық бұйым жасау ойда бар ма жалпы? Авторлық бұйым дегенде осы сырғаларды дамытқым келеді. Сырғаларды әртүрлі қазақи нақыштағы жасалған ою өрнектерді алып, оны таза күмістен, таза алтыннан жасау ойда бар. Және шашбауларды да осы таза алтыннан жасап, немесе бір басқа бір ойларын, жолдарын ойлап тауып безендіруге де болады. Жалпы өзіңіз жаңа Қазақстанның жасы ретінде осындай ұлттық бұйымдарға деген қазіргі таңда ересектердің болсын, кішкентайлардың болсын, сұранысы қай деңгейде деп ойлайсыз, және оның сұранысы төмен жағдайда болған кезде қалай арттыру керек? Қазір осы бұйымдарға деген сұраныс жақсы артып келе жатыр, себебі қазіргі таңда осы қазақи нақыштағы заттар сәнге еніп жатыр. Сәнге енуімен қатар қыздардың әсіресе назары осы менің заттарыма, жасалған бұйымдарыма өсіп келе жатыр. Олар көбінесе қара киімді киіп алып, оның үстіне мысалы жаңа алтыннан жалатылған заттарды тағып, осы адамдардың назары осы бұйымдарға түсетіндей қылып киінуге болады. Және осы арттыру жолына келетін болсақ, онда жаңағы айтқандағыдай әр әйел, әр бала, тек мерекені күтіп жүрмей, белгілі бір уақытта тағып күнделікті бір адамнан көргенде екінші адам қайталауға мүмкіндік жасау дейсіз ғой? Жалпы әлеуметтік желінің дамыған заманы қазіргі таңда осы өнімдеріңізді өзіңіз арнайы жарнамаға салып, әлеуметтік желіге таратуға қандай деңгейде жалпы сіздерде? Мен бұл бұйымдарымды суретке түсіріп, оларды жақсы дамытуға тырысып жатырмын, осы сатылымды жүргізуге. Оған мен өзімнің арнайы Инстаграм парақшамды ашқан болатынмын. Шашбау, нижний пробел КЗО. Сол парақшаға кіріп, өздеріңізге ұнайтын шолпыларды, сырғаларды қарап, тапсырыс берсеңіздер де болады. Егер осындай әдемі шолпыларды, шашбауларды шашыңызға тағып, әдемі болып жүргілеріңіз келсе, Инстаграм парақшама жазып, маған тапсырыс берулеріңізге болады дейсіз ғой жалпы. Жалпы алдағы уақытқа, уақыт еншісінде қойып отырған жоспарларыңызбен бөлісе отырсаңыз сөз соңында? Менің алдағы осы 10-шы сыныпта бізде Назарбаев зияткерлік мектебінде емтихан болады мамыр айында. Соған мен қазір қызу дайындықпен жүріп жатырмын. Осы бұйымдарыма әзір көп уақыт бөле алмаймын. Және болашақта үлкен сыныптарға немесе кіші сыныптардың осы мектептегі өнер сабағының ағайлар, апайларымен бірігіп, кураторлардың көмегімен шеберлік сыныптарын ашып, басқа сыныптардың, кіші сыныптар болсын, оқушыларына үйретіп, осы өзімнің ізімді тастап кеттім келеді. Болашақта шәкірт тәрбиелеуде ойыңызда бар? Өзім қатты дамытып дайындамасам да, жасамасам да, осы артымнан адамдар қалып, осы ұлттық бұйымды дәріптесе жақсы болар еді. Өте керемет, рахмет. Бүгін біздің студиямыз төрімізден табылып, мазмұнды сұхбат өрбіткеніңізге, біздің ұлттық өнерімізді әрі қарай осылай айшықтап, болашақта өзіңіз өсіп, өркендеп, кереметтей ұстаз дәрежесіне жетіп, кереметтей үлкен-үлкен дәрежелі шәкірттер тәрбиелей беріңіз. Аман болыңыз.